Жамбыл ауданы Танта ауылында жаңа бастауыш мектеп пайдалануға берілді. Осы уақытқа дейін Шайқорық ауылына қатынап оқыған бүлдіршіндер ені жаңа білім ошағына барады. Болашақ ұрпақ игілігіне жасалған 10 қадам тұрғындарды қуантты. Президент тапсырмасы бойынша жекеменшік серіктестік аясында соғылған Танта мектеп-лицейі 200 балаға арналған. Бүгін бастауыш сынып оқитын 100 оқушы заманауи әрі соңғы технологиямен жабдықталған жаңа мектеп табалдырығын аттады. Білім беру мекемесінде стандартқа сай бірнеше компьютер және қосымша үйірме сыныптары бар. Түске дейін балалар стандарт бойынша сабақ оқиды. Түстен кейін балалар қосымша үйірмелерге қатысады. Робототехника, домбыра үйірмесі бар, би үйірмесі, күрес үйірмелеріне қатысады. Одан бөлек ағылшын және математика пәндерін тереңдетіліп оқытылады. Жақсылықты көрмекке ауыл ақсақалдары, ата-аналар мен аудан басшылығы келді. Бүлдіршіндердің өнерін тамашалап, оқушылардың білім жолындағы қадамдарына сәттілік тіледі. Мен енді бұл мектепте өте жақсы сабақ оқып, білім алып, өскенде мұғалім болғым келеді. Достарым да көбейді. Білуі де жақсы. Әпкелер де маған ұнады. Ауданға қарасты 9 бастауыш, бір негізгі 29 орта мектепте 16.630 бала білім алады. 2023 жылы Бәйтерек Қостөбе ауылынан жаңа мектеп соғу жоспары іске асуда. Ал 2025 жылға дейін жайлы мектеп жобасы аясында ауданға қарасты Қызылдихан, Қапал және Рахат ауылында да білім ошақтары бой көтермек. Жамбыл ауданынан Мархабат Көпосынова, Сапар Серікұлы, Айқын ақпарат.